үйленіп алып үйіне барғысы келмей жүрген қанша жігіттер бар. Сол уақытта, дәл қазіргі осы уақытта, осы жылда сен қандай көңіл күйде жүретін болсаң, сен сондай қызды іздейсің негізінде. Алып отқан қызым қыз емес сияқты. Дұрыс мінезі болса, дұрыс мінезімен саған көмектеседі ол. Сөйлесу үшін шарт қояды. Осы бір нәпсі мынаны екеуін көрген кезде бізде не істеп кетеді? 9 ақылды тұмшалайды да, сонымен біз тек қана осыған сынып қаламыз да, арбалып қалмайық, таңдап үйренейік. Дұрыс таңдап үйренейік. Бірақ екеуін ажыратып алу керек жігіттер. Екеуі бірдей бола бермейді көбінде. Яғни сенің ішіңде математика мен махаббат ол бірдей болу керек. Таңдағанын алды ма, арбағанын алды ма дейді. Неге саған сондай қыздар жолыға берді? Мысалы, өзіңе сұрақ қойып көрші. Осын мен байқадым. Осы көп жігіттермен жұмыс істеген кезде көбінде осыған қарайды екен жігіттер. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалдарың қалай? Бүгінгі тақырып бойдақтар үшін, әсіресе бойдақтар үшін өте маңызды болады. Қыздарға да пайдасы тиеді деп ойлаймын. Өйткені сенің тағдырыңа әсер ететін видео бұл. Сенің таңдауыңа әсер етеді, сенің өміріңе әсер етеді. Өйткені сенің таңдайтын қыз, әйелің, ол сенің тағдырыңа тікелей әсері бар адам болғаннан кейін, бүгінгі видео өте маңызды болады. Сол үшін бастан соңына дейін жіберіп алмай көр, және осы видео пайдалы болатын болса, досыңа міндетті түрде жіберіп қой. Өйткені оның да таңдауына бұл керек болады. Олай болса біз бастаймыз. Жігіттер қазір қызды қалай таңдайды? Бұдан да көп варианттар бар, бірақ негізінде фигурасы мен түріне қарайды көбінде. Мен өзім солай таңдағам негізі көбінде. Сен де солай қарайсың. Бірінші түрі өтсе, түрі ұнаса, фигурасы ұнап тұратын болса, болды осы менің таңдауым сияқты, осы маған керек қыз сияқты деді. Біз көбінде осыған көңіл бөліп жатамыз. Екінші, иманына қарайтын жігіттер бар, фигурасы түрі қатты маңызды емес, главное тәрбиесі болса болды, иманды болса болды, жаңа намаз оқыса болды, орамал таққан болса болды, ондай болса маңызды емес, жаңа басқасы маңызды емес дегенде иманына қарайтын иманды жігіттер бар. Мамашкаға қарайтын, мамашкаға қарап, тамақ беріп, шай беріп отыратын, мамашканың былайша айтқанда келіні болатын қыз деп таңдайтын жігіттер бар, үйге отыратын қыз болса болды деп. Үшінші, байлығына қарайтын жігіттер бар. Төртінші, яғни ақшасы бар, перспективасы бар, карьера қуып жүрген, немесе тұрақты бір жұмысы бар, немесе бір бай отбасынан шыққан қыздарға қарап, қатын алма қайын ал дегенді тікелей түсініп, солай байлыққа жүгіретін жігіттер бар. Және соңғысы тегі деп жазып қойдық, тектілікке қарайтын жігіттер бар. Енді ол тектілік деген үлкен тақырып, оған бүгін аса бір тоқтаймыз деп айта алмаймын, бірақ сол тектілікке қарап, тазалығына, тегіне қарап, шынымен де қай жерден шыққан қыз, қандай қыз деп көңіл бөлетін жігіттер бар. Енді бүгінгі особо тоқтайтын нәрсеміз мына фигурасы мен түріне тоқтайықшы. Өйткені осыған көп көңіл бөледі, және хит болып кеткен осы иманына қарайды қазір. Осы тақырыптар көп қозғалып отыр қоғамда. Сол үшін орамал тақса болды, намаз оқыса болды, тәрбие көрсе болды деген сияқты. Бірақ осындай иманды қыздарда, кейде сырттай образда иманды қыздарда орамалын шешіп жатқанын көріп жатырмыз, немесе сондай қыздардың артынан да бір дұрыс емес сөздер шығып жатқанын көреміз. Жалпы әрекеттері кейде дұрыс емес екенін көреміз. Сол кезде не істейміз деген сұрақ болады. Пайғамбар алейхиссалам айтып кетті ғой, қыздың 4 нәрсесіне қара дейді, соның имандысын алатын болсаң ұтылмайсың деп айтады. Бірақ қазіргі иманды қыздар керісінше ұтылып қалатындай жағдайды көрсетіп жатыр. Бұл деген бәрі емес, бірақ осындай қыздар бар деген сөз. Сонда не істейміз деген мәселе ғой, сонда қай жеріне қараймыз деген сөз. Жарайды, иманды қызды енді былай қайқа қоя тұрамыз, фигурасына қараймыз, түріне қараймыз. Көбіміз осыған алданамыз ғой, Инстаграмға отырған кезде де, ТикТокта отырған кезде де, немесе бір танысу сайттарында отырған кезде де, қазір дайвинчикте отыратын жігіттер көп, мысалы, бізге келетін жігіттердің көбісі сол дайвинчик арқылы қыздармен танысып жатады. Сол жерде де көріп жатады. Түрі өтіп тұр, әдемі фигурасы келіп тұр, бойы бәрі маған сай болып тұр, салмағы бәрі сай. Енді ала берейін де осы қыз деген сияқты солай қарап жатады. Кейін барып мінезіне көңіл бөліп жатады. Кейін жүріп уже процесс болып жатқаннан кейін барып оның отбасына қарап жатады, оның семьясына, табысына, жалпы құндылықтарды кейін көріп жатады да. Оған дейін оның фигурасы мен түріне естейміз, біз сынып қалып жатамыз қыздың. Бірақ алдағы бір жылда, ары кетсе 1,5-2 жылда жігіттер, әркімде әрқалай шығар енді, бірақ максимальный срок ол 1 жыл, осы фигурасы мен түрі аса маңызды болмай қалады негізінде. Біреуге 3 айда жетеді кейде. Фигурасы мен түріне, қыздың тоюына, осы ыстығы басылып, бұл қатты бір маңызды дүние емес екен ғой деп түсіну үшін, кейде 1 жылда, кейде 3,5 ай, 4 ай әркімде әрқалай. Енді максимально 1-ақ жыл кетеді жігіттер осыны түсінуге. Демек, бұл қатты маңызды емес. Енді иманды деп қызығып алсаң да, оның да артынан енді түсініксіз жағдайлар болып жатыр. Біреу орамалын шешіп жатыр, біреу психологияға сеніп, мен өзімді енді таптым деп отыр, енді әрқалай. Мамашкаға келін дегенде ол понятно, сен оны өзің әйел қылып алмайсың, үйге әкеп бір мамашканың аузын жабу үшін, ата-аналардың, туысқандардың аузын жабу үшін бір қызды үйге әкеп қоясың да, өзің бұрынғыдай бойдақша өмір сүре бересің. Ондай да жағдай бар. Енді бұл да бір отбасы деп айтуға келмейтін дүние, өйткені сенің өмірің басқа жақта, мына қыз өзінше өмір сүріп жатыр үйде. Бұл бір үйдің бір золушкасы, жұмысшысы сияқты да. Байлығына қызығып алдың, сен бәрібір, егер өзің ақылың бар, енді бір мықты талаптанып жүрген жігіт болатын болсаң, осып кетуге болады, осы байлықты алып, шынымен де құрастырып жіберуге болады, жаңағы қайын жұртты пайдаланып, одан да үлкен бір жетістіктерге жетуге болады да, өзіңді дәлелдеп тастауға болады. Ақымақ болатын болсаң, осы байлықты алып не істейсің? Қыздың баласы сияқты, яғни бір інісі сияқты, баласы сияқты өмір сүре бастайсың. Әйеліңе звондап ақша салып жібер, ананы төлей сал, мынаны бүйте сал. Былайша айтқанда қайын жұртқа қызмет етіп жүрген бір күшік күйеу болып қаласың негізінде көбінде. Енді тегіне қара ол бөлек тақырып. Бүгін оған қатты тоқталмай қояйық. Демек,
фигурасы мен түрі алдағы 1 жылда 2 жылда ештеңе шешпейтінін сен түсіне бастайсың. Бірақ ол кезде кеш болып қалмау керек. Енді жігіттер не деп айтып жатады? Мен өзіме лайықты қызды таптым. Яғни түрі өтті, фигурасы өтіп тұр, жаңа иманды сияқты, тәрбиесі нормальный сияқты, мен өзіме лайықты қызды таптым деп ойлады. Енді қай жағынан лайықты дейтін болсаң, ол сұрақты. Біреуге төсек үшін лайықты болуы мүмкін, біреуге бір аз-маз көңіл көтеру үшін лайықты болуы мүмкін, біреуге бір достардың алдында мақтану үшін лайықты болуы мүмкін да ол. Типа қараңдар мен қандай ұстап алдым деген сияқты. Туысқандардың алдында абырой үшін айтуы мүмкін, жаңа бай қызды алып алдым көрдіңдер ма деген сияқты. Жас қызды алдым көрдіңдер ма деген сияқты. Яғни әркімнің нәпсісі қандай нәрсені талап етіп тұрады. Немесе сол уақытта, дәл қазіргі осы уақытта, осы жылда сен қандай көңіл күйде жүретін болсаң, сен сондай қызды іздейсің негізінде. Төсекке аш болып жүретін болсаң, фигурасына көп көңіл бөле бастайсың, Достардың алдында бір абыройың түсіп жүретін болса, достарға бірдеңе дәлелдеймін деп, сол бір күшті сұлу қызды, абыройлы қызды бір алуға тырысасың да. Ата-анаға бірдеңе дәлелдегің келіп жүретін болса, жаңағыдай бір бай жерден, ойбай бір құдаластық керемет жерден алдым деп, тағы да бірдеңе дәлелдегің келді. Яғни сенің қазіргі көңіл күйің қандай, сен сондай қызды іздей бастайсың көбінде. Айттық қой, яғни біз көбінде осы қазіргі жас жігіттер, біз қатарлы жігіттер, осы 30-ға дейін или 30+ жігіттер, 30-ға дейінгі жігіттер осы нәрсеге көп қарайды қазір. Енді иманын да қосып қойды, иман деген тәрбие ғой, тәрбиесі қандай, соған қарайды да көбісінде. Бірақ осы екеуі өтіп тұратын болса, түрі әдемі болып тұрса, фигурасы келіп тұратын болса, мынаның ешқайсысы ойнамай қалады екен көбісінде жігіттер. Өйткені біз осыған басымыз істемей қалады. Өйткені Мәшһүр атамыз айтқан сөзі бар ғой, еркекте 9 ақыл бар, 1 нәпсі бар дейді. Әйелде 9 нәпсі бар, 1 ақыл бар дейді да. Ақылмен әйел 9 нәпсісін жинай алады да. Сөйтіп еркекті басқарып кете алады. Кейде тарихта қарайтын болсақ, қаншама халықты, хандықтарды құлатып, екі халықты бір-біріне жау қылып жүргенде әйелдер істеп жатады кейде, Ал еркекте қандай? 9 ақылы бар, 1 нәпсісі бар да. Осы 1 нәпсі мынаның екеуін көрген кезде бізде істеп кетеді, 9 ақылды тұмшалайды да, сонымен біз тек қана осыған сынып қаламыз да, болды, алам, ойбай, күйдім, сүйдім дейміз. Төсекке жатып қойған жігіттер болатын болса, осы екеуінен, олар вообще уже түсіп қалады. Болды, мен алам осыны. Басқасы қызық емес маған. Иманы, анау кейін өзім тәрбиелеп аламын, темекі шегетін болса қойдырып аламын, жаңа анау нелер минустар болатын болса қаратып аламын деп, мынаның бәрін сырып тастайды да, осы екеуіне сынып қалады екен. Осыны мен байқадым. Осы көп жігіттермен жұмыс істеген кезде көбінде осыған қарайды екен жігіттер. Даже ана жігіт қызбен таныстыршы, мынамен таныстыршы десең де, енді түрі онша келіп тұрған жоқ, анау болып тұрған жоқ қой деп айтады көбісі. Демек, мынау өте маңызды болып тұр. Бізге де маңызды, бізге де қыздар осыған қарайды бәрібір. Сен де түріңе қарайды, фигураңа қарайды ол қыздар. Сол үшін бұл маңызды деп айта аламыз, бірақ бұл шешпейді. Сен тағдырыңды, өміріңді шешпейді. Сен фигураң әдемі болады болса, өмірің әдемі болады деген не жоқ. Тура сол сияқты сен фигурасы әдемі, түрі әдемі қызды алатын болсаң, сенің тағдырың өзгеріп кетеді, күшті болады деген сөз емес. Сенің тағдырыңды шешетін бұл қыздың не шешеді? Күнделікті оның тәрбиесі, санасы, күнделікті жалпы әдеттері қандай, өмір сүру образы қандай, күнде тамақ жасай ма, күнде үйін жинай ма, бір бала қарауға, бала тууға дайын ба, жалпы қалай ма ондай нәрсені, бала туып семья болғанды, немесе карьера қуып тұр ма, немесе блогер болғысы келе ма, немесе әлемді аралап қыдырып жүргісі келе ма деген дейді. Осы моменттер сенің тағдырыңды шешеді. Басқасы, мынау түрі әдемі болса болды, фигурасы әдемі болса болды деген, ол тек қана бір аз-маз бір 2 айлық, 3 айлық бір кайф қой ол негізінде. Төсектегі ыстығың басылғаннан кейін бұл ойнамай қалады. Сосын мына рөлдер басталуы мүмкін да. Тегі қандай болды, қай жерден шыққан, оның ата-анасы қандай деген сияқты, оның байлығы қандай, жалпы байлыққа деген көзқарасы қандай, ол ата-анаға деген, мамашкаға, папашкаға деген көзқарасы қандай, жалпы сыйлай ма, сыйлай ма, ата-ана дегенге тұра ма, тұрмай ма, қарай ма деген мәселелер осы алдыға шығады. Иман деген ол мінез тәрбиесі. Осы ең маңызды нәрселер болады. Сол кезде мына фигурамен тұр ойнамай қалады екен жігіттер. Сол үшін мен бұған қарамаңдар, бұл маңызды емес, бұл керек емес, бір қайдағы жоқ бір қызды аласаңдар, ұнамаса да қарапайым қызды ала сал деген сөз емес. Мынаның бәрі сай болып тұратын қыздар бар ғой. Бірақ соған біз лайықпыз ба, лайық емес, біз сол қызды қарата аламыз ба, қарата алмаймыз ба? Жалпы сондай қыздар бізге жолыға ма, жолықпай ма деген сұрақ бар. Сол сұрақтардың бәрін біз жабық сабақтарда ашып көрсетеміз. Қалай жолығады, не үшін жолықпай жүр, неге саған жолықса да бір ақша сұрай беретін, сенен бір пайда көргісі келіп тұратын қыздар жолыға береді. Қазір сондай проблема көп. Қай сайтқа кірсең де, қай жерде таныссаң да, не дейді? Жігіттердің жалобы сол, ақша сұрайды менен қыздар дейді сразу. Жазасың бірдеңе подарка бер деп айтады. Сөйлесу үшін шарт қояды. Неге саған сондай қыздар жолыға берді мысалға? Өзіңе сұрақ қойып көрші. Әртүрлі жауап айтуы мүмкін да, андай мындай, потому что қазір қыздардың бәрі сондай болып кетті деген сияқты. Ондай емес негізінде. Саған сондай қыздар жолығып жатыр. Бірақ басқа жігіттерге ондай жоқ. Мысалы, менде ондай проблема болған емес. Маған келіп, ешқайда ақша сұрап, мен мынаны әпер деген нәрсе, Аллаға шүкір, ондай нәрсе менде болған емес. Мен ол бір мықты болғаннан, күшті болғаннан емес, басқа жағынан проблема болды менде. Бірақ именно ақша сұрайтын проблемный қыздар маған жолыққан жоқ. Саған жолығып жатыр. Демек, неғып дұрыс қыздар жолықпайды саған? Неге саған қайта сыйлық беретін қыздар жолықпайды десек, ол сұрақ. Осы тақырыптарды біз тереңірек жабық сабақтарда айтатын боламыз. Біз ары қарай кеттік. Енді қыздың түрі, фигурасы, иманы бәрі сай болатын жағдайларда болады. Тура сол сияқты біреу бар болса, біреу жоқ кездерде болады. Бұл қалай дейтін болсаң, мынандай мысал бар. Қара.
семьяға арналған қыздар болады да, тура семьямен отбасы болғысы келетін, бала туу, бала қарап, күйеуіне қызмет қылып, сондай бір семейный қыздар болады, сондай тәрбиеде өскен қыздар болады. Оның өскен тәрбиесі қандай дейтін болсаң, олар бала кезден бастап тамақ жасап, кукла ойнап, жаңа біреуге қамқор болып, үй жинап, былайша айтқанда үйдің жағдайымен өскен қыздар да. Анасынан соны көріп өскен қыздар болады. Демек, ол қыздар сол нәрсені бойына сіңіргеннен кейін болашақта да олар не істейді? Осы нәрсеге акцент қояды. Яғни бала сүюге, отбасына қарауға, тамақ жасауға, үйдің бір жағдайын келтіруге, үйде бір жақсы атмосфера жасауға, соған дайын болып тұрады, соған құмартып тұрады. Екінші жағы бар. Бізге көп ұнайтын қыздар, ол қандай қыздар? Фифалар, қыдырғыш қыздар, эмоция сыйлағыш қыздар, жаңағыдай ближе дальше ойнататын қыздар, сенің бір сезімдермен ойнап, әдемі киініп, яркий бір эмоциональный образдар көрсететін қыздар, саған жетпей жүрген дүниені саған бір беріп жіберетін, бір эмоция сыйлап жіберетін қыздар ұнайды көбінде бізге, яркий қыздар. Көп нәрседе сен қорқып тұрған жерде қорықпай бір батылдық жасай алатын қыздар, яғни былайша айтқанда қысқаша айтқанда эмоция көрсететін қыздар ұнайды бізге. Сол қыздарға біз не істейміз? Сынып қаламыз. Сол қыздардың қасында жүрген кезде өзімізді бір күшті сезініп, өйткені олар бізге керек эмоцияны береді ғой. Олар біледі да саған не беру керек екенін. Демек, олардың тәрбиесі қандай дейтін болсаң, олар семейный жаңағыдай бір отбасында емес, олар қыдыруға, олар әлемді аралауға, жарқын образ, жарқын бір өмір сүруге, эмоцияға толы бір өмірді қалайды да олар. Сөйтіп саған сол эмоцияны береді. Бірақ олар отбасында семейный болып, бала сүйіп, үйдің бір жағдайын жасап отыратын қыздар емес. Осы екеуін ажыратып алған жақсы жігіттер. Демек, осыны ажыратып алатын болсақ, біз не істейміз? Бізге не керек екенін біле бастаймыз. Сөйтіп солған қарай біздің назарымыз ауа бастайды. Назарымыз ауғаннан кейін сол жақтан біз қыздарды көре бастаймыз, сондай қыздарды. Ал мынау қыздар, бұған енді өзің көңілің қалап тұрса, шынымен де сондай өмірді қалайтын болсаң, проблема жоқ. Осындай яркий қыздармен эмоция сезініп өмір сүруге де болады. Бірақ екеуін ажыратып алу керек жігіттер. Екеуі бірдей бола бермейді көбінде. Бізге бәрін қалаймыз ғой, қыз эмоциональный да болсын, ақылды да болсын, иманды да болсын, тәрбиесі де күшті болсын, ата-анаға да күшті қарасын, баланы да туып балаға да қарасын, маған да қарасын, и в то же время ол оқыған, көрген, дамыған болсын. Бұндай қыздар мыңнан бір 10 ғана болатын шығар жігіттер. Үйде ол болса да шаршайды ондай қыздар. Бәрін сүйретіп, бәр жақты алып жүру ол оңай емес, ол да адам ғой. Сол үшін ол да шаршап қалады. Осы жерде дұрыс таңдау жасап алу керек. Семейный қыздар болады, семьяға ориентированный. Сол қыздарды алатын болсаң, өмірің шынымен де саған керекті жағдай жасап береді олар. Егер мына жаққа қарай қарайтын болсаң, бұлар саған семья жағын бала туып беріп, енді ол да туатын шығар, бірақ тура сен қалағандай болмайды. Өйткені оның табиғаты, тәрбиесі, фитраты мүлдем басқаны қалайды. Ол мына далаға қарап тұрады, мына үйге қарап тұрады. Сол үшін осы жерде бір таңдау жасап алу керек. Енді қызды қалай таңдап аламын деген кезде екі нәрсеге мән беру керек жігіттер. Өзіңе қатыстысын айтып отырмын, қызға қатысты емес, өзіңе қатыстысын. Яғни сенің ішіңде математика мен махаббат ол бірдей болу керек. Яғни эмоция мен ақыл, логика бірдей болып тұру керек. Сезімге беріліп кететін болсаң, любой жағы алып кетеді сені. Любой қыз сені алып кетеді. Немесе тек қана есепке салып, математикаға салып, ақылға салып қарайтын болсаң, мынаның бәріне, онда сенде сезім болмайды оған деген. Яғни бір ыстық махаббат, сезім болмайды. Ол кейін туып кетеді, анау мынау деп айта беретін шығар адамдар, бірақ ол әркімде әрқалай да. Сол үшін осы екеуін бірдей балансты ұстай алатын болсаң, яғни ақылмен де есептеп, қандай қыз, қай жерде шыққан, не істеп жүр, достары кім, нені оқиды, нені қарайды, кімді қарайды, жалпы қандай қызығушылықтар бар деп осы ақылмен қарап, және екінші сезімге қарайтын болсаң, шынымен де маған сезім бар ма, ұнай ма маған бұл осы. Осының қасында жүрген кезде шынымен де өзім жайлы сезінемін ба, осы менің қалауым ба деген сияқты өзіңнің сезімің осы екеуі бірдей болатын болса, шынымен де ол қыз алуға болады. Ол қызбен өміріңді, тағдырыңды құрауға болады. Ал егер ақылыңмен бәрі келіп тұрып, бірақ көңілің қаламай тұрса, немесе көңілің қалап тұр, бірақ ақылыңа келмей тұрса, көңілің қалайды, ұнайды, фигурасы бәрі күшті, бірақ жүріс-тұрысы ұнамайды саған, әңгімесі ұнамайды, мінезі ұнамайды, араласатын ортасы ұнамайды, ақылға келмей тұр да, демек тағы да қиыншылықтар басталады деген сөз. Екеуі де бірдей болса, шынымен де ол қыз жаман қыз емес деген сөз. Сен үшін жаман қыз емес деген сөз. Біз бизнесқа кірген кезде, немесе бір Құдай сақтасын, жақыныңды операцияға жатқызатын кезде, немесе өзің бір жататын кезде, сен врачқа қарап, бола береді осы нормальный врач сияқты, түрі әдемі сияқты деп ала салмайсың ол врачты. Сен қарайсың, кім ол, қандай, қанша операция өткізген, өйткені сен тағдырың шешілейін деп тұр ол жерде. Тура сияқты бизнесқа бір адаммен кіретін кезде, партнер болып кіретін кезде, бір түрі нормальный сияқты, красавчик, фигурасы әдемі сияқты деп ала салмайсың ғой сен қасыңа адамды. Қарайсың ғой, не істеген бұл, арты қандай жұмыстар бар, қолына не келеді деген сияқты. Өйткені ол тағдырды шешетін нәрсе сенің. Ақшаң шешіледі жерде, дүниең шешіледі деген сияқты. Сол сияқты енді ең маңызды өзіңнің өміріңдегі проект қой ол, үйлену деген, бала жасау деген. Енді соған сен қалай салғырт қарай саласың. Фигурасы ұнап қалды маған просто, или болмаса кішкене жүріп бауыр басып қалдым, болды енді қимай тұрмын деген сияқты. Немесе мына образдың біреуіне келіп тұр деп ала салмайсың ғой сен. Ол жерде шынымен де қарау керек жігіттер. Біз ойлағандай үйлену деген процесс сүйіп қалдым енді, көріп қалдым, жүріп қалдым деп кинодағы сияқты процесс емес екен жігіттер. Өмірде олай бола салмайды екен.
Өйткені үйленіп алып үйіне кіре алмай жүрген қанша жігіттер бар. Үйленіп алып үйіне барғысы келмей жүрген қанша жігіттер бар. Үйленіп алып әйелімен жатпай, бір үйде тұрса да әйелімен жатпай, былай бөлек адам болып өмір сүрген қанша жігіттер бар. Үйленіп алып бойдақ кезім қандай жақсы еді деп армандап жүрген жігіттер бар. Сол үшін осының бәрін көріп білген кезде мына розовый очки шешіліп кетеді. Қатты үйлену керек екен ғой деп үйлене салуға да болмайды да жігіттер. Немесе уақыт келді, болды, сәті түсіп тұр осы қыз екен деп ала салуға да болмайды да. Ондай да жоқ. Бұл қыздарға да қатысты. Ойбай мен жасым келіп қалды деп қыздар жүгіріп бір жігітке шыға салуға да болмайды. Қарындастарың болса, әпкелерің болса, оны айтып қойсаңдар болады, ескертіп қойсаңдар болады. Демек, жаңағы бизнесқа немесе бір денсаулыққа қатысты біз үлкен адамды таңдау жасаған кезде қарап аламыз ғой, маңызды адамды. Кім ол, қандай адам деген сияқты. Тура сол сияқты үйленуде де осылай жігіттер. Бүйтіп салғырт қарай салып оны ала салуға болмайды бұл жерде. Таңдауға қатысты тағы да бір айтып кететін нәрсе бар. Бұл жерде біз таңдау жасамаймыз. Көп жігіттер өзі қазір осы жерде өзін табуы мүмкін. Біз тек қана былай реакция көрсетеміз қыздарға. Бір қыз бүйтіп шашын істеп қалды, қылық көрсетіп қалды, күліп қалды, саған бір лайк басып қалды, немесе бір денесін фигурасын әдемі көрсетіп қалды. Былайша айтқанда бір өзін сатты ғой саған. Сол кезде сен не істейсің? Сен тек қана реакция бересің оған. Сен таңдау жасап тұрған жоқсың. Сен ойлап тұрсың ғой, сен таңдау жасадым, мен ана қызбын, мына қыздың ішінен мынаны таңдап алдым деп ойлауың мүмкін. Бірақ қазақтар не деп айтады? Таңдағанын алды ма, арбағанын алды ма дейді. Яғни қыздар арбай алады. Қыздар қулықпен сені сындырып ала алады. Қыздар өзін әдемі сатып жібере алады саған негізінде. Бірақ сен соны өзіңнің таңдауың деп ойлап қалуың мүмкін. Мен таңдап алдым, мен өзім ақылмен, логикамен келдім деп ойлауың мүмкін. Бірақ ол саған сатып жібереді өзінше. Жақсы, сен таңдадың, сен красавчиксің, мен таңдап алдым деп саған білдірмей істеп сөйлеуі мүмкін, бірақ білдірмей саған сатып жібереді өзін. Сол кезде сен не істейсің? Арбалып қалған боласың. Кейін ертең сюрприздер шығып қалуы мүмкін да өмірде. Үйленгеннен кейін, быта-буха өмір басталғаннан кейін, бала туылғаннан кейін, вот сол кезде шынымен де қыздың қасиеттері мына жақта көріне бастайды. Қандай қасиеттер? Стрессті қалай көтере алады, қонақты қалай күте алады, бала туған кезде балаға қалай қарай алады, 2-3 күн түн ұйықтамай жүре ала ма, сол кезде қандай күйде болады, сен ақша тапқан кезде, сен ақша таппай қалған күйде қандай күйде болады, ақшаны үнемдей ала ма, сені түсіне ала ма, жалпы сенің жағдайыңа, сен положениеңе кіре ала ма, кіре алмай ма деген сияқты осындай мәселелер. Бұның бәрі неге кіреді? Бұның бәрі мінезге кіреді жігіттер. Мінезі қандай болатын болса, тағдыры сондай болады. Ол саған да қатысты дүние ғой. Сенің мінезің қандай болса, тағдырың сондай болады. Демек, сен алып отқан қыздың мінезі қандай болатын болса, ол саған солай әсер етеді, тура солай. Қисық мінез болатын болса, сол кесік мінезімен әсер етеді. Дұрыс мінез болса, дұрыс мінезімен саған көмектеседі ол. Таңдау жасаған кезде біз таңдап тұрмын ба, жоқ, әлде просто реакция беріп тұрмын ба, осыған да қарау керек. Өйткені біз Инстаграмда қараған кезде, ТикТокта отырған кезде, Тиндерда білмеймін қандай сайттар бар, дайвинчик бар. Осы жерде отырған кезде сен өзінше таңдап отырмын деп ойлайсың, бірақ сен реакция беріп отырсың тек қана. Түрі әдемі болып тұр екен, ұнап қалды маған, что-то осындай қыздар ұнайды, маған сары қыздар ұнайды, ақ қыздар ұнайды деген сияқты тек қана реакция беріп отырасың болды. Ал сонымен көшеде танысқан кезде де сен қалай танысасың? Реакциямен танысасың. Күліп қалған қызға, саған бір-екі рет взглядын ұстап қалған қыз болды, реакция. Осыны ажыратып алу керек жігіттер. Бұл оңай тақырып емес, бұл қалай мен екеуін ажыратып аламын, мен өзім таңдап жүрмін деп ойлап жүрмін ғой деп ойлауың мүмкін, бірақ бұны да біз жабық сабақтарда толығымен ашып айтатын боламыз. Қалай қызды таңдау керек, қалай оны тексеру керек, қай жеріне қарау керек, шынымен де не маңызды емес деген сияқты. Өйткені қазірде көп қойылатын сұрақтардың бірі қыздар қыз емес қой деген сұрақ қойылады жігіттер. Бұл ұят сияқты, бір дұрыс емес сияқты, бірақ бұл үлкен тақырып қой негізінде, маңызды дүние. Алып отқан қызым қыз емес сияқты, немесе қыз емес болып шықты, не істеймін енді деген сияқты, немесе өзі айтты осылай, мен қыз емеспін деп айтты деп. Ауыр сұрақ та жігіт үшін. Осыған не бір немен жауап беруге бола ма? Қыз емес болса алуға болмайды оны деп. Немесе ала бер оны болады деп айтуға бола ма? Болмайды. Бұның да ортасы бар. Бұның да өзінің әрқайсысына тиесілі шешімі бар. Сол үшін осындай тонкий дейді ғой, осындай бір өте жұқа тақырыптар бар. Соны біз жабық сабақтарда айтатын боламыз. Енді жігіттер, аз-маз қызды қай жеріне қарау керек екенін, қалай қарау керек екенін, қызда не маңызды екенін түсінген шығармыз. Оны ең бірінші маңызды нәрсе оның мінезі екені. Өйткені ертең бала туған кезде балаларың саған айтпайды ғой, біздің мамамыз Инстаграмда күшті түсіреді екен, ТикТокта күшті жүргізеді екен, күшті қыдырады екен, күшті киінеді екен деп қарамайды. Біздің мамамыз үйде тамақ бар ма? Тәтті тамақ дайын тұр ма? Үйіміз жылы ма? Үйіміз таза ма? Киімдеріміз жуылы ма? Жататын төсегіміз таза ма? Осыған қарайды. Балаларым осыны ертең айтатын болады, осыған қарайтын болады. Әйелін қыдырып жүретін болса, Инстаграм жүргізіп жүретін болса, сериалмен, киномен басқарып жүретін болса, немесе жұмыс істеп жүретін болса, сенімен таласып, онда балалардың да өмірі қиындайды деген сөз. Балаларға, значит, садикқа қарайды, балаларға бір няняға қарайды деген сөз, тәрбиесі кері кетеді деген сөзді. Яғни осы жерден осындай алдыға стратегически ойлайтын болсақ, семейный өмірді именно, қалай болады мына қызбен мен кейінгі болашағым, 5 жылдағы өмірім қалай көрінеді деп алдағы өмірді ойлайтын болсаң, сенің қазіргі ойлап жүрген романтикаң, ұмыта алмай жүргенің, керемет бір сезімге бөленіп жүргенің, ана қызды бір идеал көріп жүргенің, оның бәрі особо маңызды болмай қалуы да мүмкін. Қашан? Егер сен
ақылыңды қосып қарайтын болсаң, нәпсіңмен емес. Өйткені нәпсі деген нәрсені қазір нәпсің төсекте қалап тұратын болса, сен осы фигурасымен түріне қарап қызығатын боласың. Қазір иманың көтеріліп жүріп, сондай бір жамағаттың ішінде жүретін болсаң, сен иманды қыздарды қарай бастайсың. Немесе бір жұмыспен, ақшамен қатысты бір проблема болса, ақшасы бар, байлығы бар, дүниесі бар қыздарға қарай бастайсың. Демек, сенің қазіргі жағдайың қандай болатын болса, настроениең қандай болатын болса, сен осы критерийлерді іздей бастайсың. Бірақ кейін сенің жағдайың өзгергеннен кейін, мысалы ақша таптың, саған уже иманды қыздар особо қызық болмай қалады. Саған уже басқа қыздар қызық бола бастайды. Немесе сен кейін иманды болып, машалла, иншалла болып жүрдің да, сонымен бұл жамағаттан шығып бөлініп кеттің да, ақша тауып, дүние тауып бастаған кезде саған мына қыздар ұнай бастайды, оказывается. Көрдің бе, сенің настроениең қандай болатын болса, сен сондай қызды іздейсің қазір. Ал егер сен осы нәрседен шатасып қалмай, дұрыс ортаны ұстай алатын болсаң, сен тура өзіңе керек қыз табатын боласың. Басында айттық қой, маған керек қыз қай жағынан керек? Біреуге төсек үшін керек, біреуге жаңа достарға бірдеңе дәлелдеу үшін керек, біреуге жаңа мамашкаға дәлелдеу үшін керек деген сияқты. Бірақ сол керектердің бәрі керек болмай қалады қашан? Егер сен өзіңнің шынайы қалпыңға келсең, түсінсең. Сол кезде сен шынайы көресің, маған қандай қыз керек шынымен де. Мен қандай қызды алу керекпін деп. Вот сол кезде ол шынайы таңдау болады. Сол кезде ол шынымен таңдаған боласың, арбаған емес. Сол үшін жігіттер арбалып қалмайық, таңдап үйренейік. Дұрыс таңдап үйренейік. Ол дұрыс таңдауды жасау үшін бірінші өзіңе қарау керексің. Өзіңнің мәселелерің, ішкі дүниелеріңді шешіп алу керексің. Сол кезде ғана сен көре аласың қызды. Қандай қыз керек екен. Ол қызға шынымен де дұрыс сұрақ қоя аласың. Сол дұрыс сұрақ қою арқылы оның ішіндегісін сен шығарып ала аласың ертең. Немесе дұрыс ақылмен ойлау арқылы, мына айттық қой, математика мен махаббат екеуі бірдей болу керек деп. Осы екеуі сай келген кезде ғана сен дұрыс таңдау жасай аласың. Ал бұл екеуі сай келмесе, ертең сол махаббат өлдім, сүйдім, күйдім, анау ұнап қалды, мынау ұнап қалды, жүргеннен кейін бауыр басып қалдық, енді ұмыта алмай жатырмын, бүйте алмай жатырмын, обидно сияқты, анау сияқты, мынау сияқты деп қазіргі бір проблемаларды айтып үйленіп аласың да, ертесі күні қарасаң балалықпен жасалған бір махаббат сияқты болып қалады, ыстығың басылғаннан кейін. Ит пен мысық сияқты ырылдасып ұрысып отырасың. Қазіргі статистика сондай жігіттер, өкінішке орай, үйленеді, 1 жылдан 2 жылдан кейін ажырасып жатады. Үйленеді, бірақ екеуі екі бөлек өмір сүріп жүреді, бір үйде тұрады. Сол саған керек па деген ғой, керек па деген мәселе ғой. Керек емес болатын болса, қазір ақылға келіп, сәл ғана ақылыңды жұмыс еткізіп, өзіңді бір нәпсіңді тиятын болсаң, дұрыс жолға түсіп аласың. Ал қазір қойшы деп, бұның бәрін итеріп тастап, ақыл айтпаңдаршы маған, мен өзім қалағанымды алғым келеді, мен өзім қалағанымша істегім келеді деп, пожалуйста, мынаның біреуін алып алып, ертең өмір бойы қиналып жүруіңе болады. Немесе ажырасқан деген бір статусты алып қалуға болады. Немесе ортада бала қалатын болса, ол баланың бір обалына қалып қалуға болады да. Сосын сондай жағдайлардың алдын алу үшін осындай сабақтар түсіріп сендерге ұсынып жатырмыз. Енді шынымен де отбасы болатын қызды қалай ажыратуды біз шамалап біліп қалдық. Мына жақта өзінше бір өмір сүретін, сыртқа қарап тұратын қыздар бар. Бұл жақта отбасына қарап, отбасына көңіл бөлетін қыздар бар. Осы қыздарға көңіл бөлуді, осы қыздарды тани білуді, қалай өзімізді үйленуге дайындаймыз. Яғни денсаулығыңа қатысты, сенің ақылыңа қатысты, бала тәрбиесіне қатысты. Енді бала тәрбиесіне қатты кірмей қойықшы. Бірақ дегенмен өзіңе жігіттік мінезіңе қатысты бүкіл дүниелерді. Тестостерон бар, қазіргі енді хит болып жатқан тақырыптар ғой, мінез тақырыбы. Сенің ақыл фитратың, сенің сенімің, сенің бір жақсылық амалың толуы деген сияқты үлкен маңызды тақырыптар бар. Осы тақырыптардың бәрі сенің болашақ жарыңды дұрыс таңдау жасауыңа, онымен бір бақытты болып кетуіңе тікелей әсерін етеді. Осы 6 жылдың ішінде түсірілген 7 курсымыз бар екен. Соны біз 80% жеңілдікпен осы сабақты толығымен тыңдап, түсініп, өмірін өзгерткісі келген жігіттерге беруге дайынбыз. 80% жеңілдік. Енді бұл жеңілдіктен бас тартып, жоқ мен бәрібір өзімше істеп аламын, бұның бәрі ақылды, бұның бәрі өтірік дейтін болсаң, тағы да түсін бауырым. Сен мінезіңнен таяқ жеп тұрсың. Өйткені біз саған пайдасыз нәрсені, бір технологияны, техниканы, манипуляцияны сатып жатқан жоқпыз. Біз сенің шынымен де тағдырыңа әсер ететін дүниені сатып жатырмыз. Сол үшін алмау ол өз еркің, бірақ осы видеоның өзінде де сен біраз нәрсені түсініп қалдың деген ойдамын. Сол үшін видео пайдалы болса лайк бас, комментарий жаз, келісетін, келіспейтін жерің болса өзіңнің ойыңмен бөлісіп кет, немесе осында қиналып жүрген бауырларың, достарың болатын болса осы видеоны жіберіп қой. Ол да сауапқа жатады жігіттер. Келесі кездескенше аман болайық.